Бәріңе сәлем. Бүгін біз өз еліміздің туымызды саламыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мені қолдап, лайк басып, подписка басып, қолдап отырыңыздар. Мен күшті қызықты суреттер саламын. Бізге бірінші гуаш керек, тағы да су керек, парақ керек. Біз солармен өз еліміздің туын саламыз. Мені қолдап отырыңыздар. Біздің туымызда көк түсі түс бар. Сөйтіп барып, мынандай домалақ күніміз бар. Жарқырап тұратын, үнемі жарқырап тұратын. Сөйтіп бүркітіміз бар, оюларымыз бар. Соның арқасында біздің туымыз пайда болды. Ал енді суретті бастаймыз. Біріншіден бізге гуаш, бокалдағы су, таза су, ақ парақ, кисточка керек. Солардың арқасында біз мынандай әдемі суреттерді сала бастаймыз. Бірінші мынандай сызып аламыз, сөйтіп бояймыз. Біз күнді сары түсімен бояймыз. Гуаштардың әр түрлісі болады. Көбі, мынандай жалғанбағандары болады. Гуашта обязательно суреттің бояп болған соң жабу керек. Әйтпесе гуаш қатып қалады. Ал если гуаш қатып қалса, кисточкаға кішкене бір тамшы суда құйып алып, сөйтіп мынаған ағызамыз. Су көздерінде гуаштарымыз ериді. Менің каналыма жазылып кеттіңіздер. Лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Мен қызықты суреттер салып отырамын. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Мені қолдап отырыңыздар. Қолдағандарыңызға рахмет. Қазір мен мына күнді бояп жатырмын.
Бұл күннің пайдасы көп. С дәрумен береді. Д дәрумен береді. Күн болмаса қап-қараңғы болады. Күн жылу береді. Күннің нұры әдемі болады. Бірақ күнге көп қарауға болмайды. Көзіміз ауырып, зақымдалып кетеді.
Міне менің суретім осылай шықты. Лайк басып мені қолдап кетіңіздер.